Ассаламағалейкум, қазақ елі. Менің туым, менің отаным атты патриоттық шеруді Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданы Үлік ауылында азаматтардың ұйымдастыруымен жалғасын табуда. Әуелі Құдайым оңдасын, оң жолына бастасын. Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығы қайырлы құтты болсын. Егемен еліміздің үш тұғырлы қасиеті: бірінші байтақ жері, екінші қастерлі ана тіліміз, үшінші ынтымақ, бірлік, берекеміз арта берсін. Әр уақытта елімізде жақсылық, қызық, қуаныштар болсын. Қазақстанның егемендігінің 30 жылдығында көк туымыз желбіреп, халыққа күш қуат берсін. Еліміздің түлеп жаңадан дамуына бір кісідей ат салсайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Аумин. Мінер деп бабам білген. Ей жігіттер, жылқы үстінде адаспайсың, жылқы білет жолдарды бабам жүрген. Жылқы бауыр, жылқы дос, туысқаның, жылқы үстінде жігіттер туыстағын, төрт түліктің төртеуін ұмытсаң да, ей жігіттер, жылқыны ұмытпағын. Алтай Атыраудың арасы, тау бауыры өзен көлдің жағасы. Жастайынан жеті атасын жаттаған, сақтаған, тегі мықты мен қазақтың баласы. Жау қолынан жыртылмаған жағасы, ат үстінде ғұмыр кешкен бабасы. Келіп қалса темір үзіп өтетін, қайсар туған мен қазақтың баласы. Жаратқан Алла панасы, бесігі байтақ даласы, алашым деп аттанса, ешкімнің келмес шамасы. Азаттығын қазақ туы қорғаған, толғаған, танысаңдар мен қазақтың баласы. Дұшпанының жаласы, жыр термеден табылатын дауасы. Жанын берер, барын берер, ел үшін, жер үшін, зерттен мықты мен қазақтың баласы. Топқа түссе тақым қысар анасы, тулап кетсе тас төгітер тағасы. Ел сенімін, ер сенімі мақтаған, сатпаған, отты жүрек мен қазақтың баласы. Жаратқан Алла панасы, бесігі байтақ даласы, алашым деп аттанса, ешкімнің келмес шамасы. Азаттығын қазақ туы қорғаған, толғаған, танысаңдар мен қазақтың баласы. Еліміздің тәуелсіздігі баянды болсын. Қазақ елі жасасын.
бейбітшілік заман болсын.